Түрік қағанатының құрылуы түрік қағанаты 552-603 жылдар өмір сүрген қағанат. Түрік қағанат бұл тек Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл Еуразия тарихындағы маңызды мемлекеттің бірі болып табылады. Ол 552 жылы құрылды және тарихта көк Түркия деп те аталған. Бұл мемлекеттің негізін қалаған тайпа Ашина тайпасы. Құрылуы түріктер бұрын Жужан қағанатына тәуелді болған және оларға салық төлеп отырған, бірақ олардың салықтары ерекше болған. Олар салық ретінде ақша емес, темір қорытатын мұнай, темір арқылы төлей отырған. Түріктердің түрік деп атауы да олардың берік деген, күшті деген мағынаны береді. Бұғын қаған тұсында мемлекеттің тарихын бұғын қаған өз тайпасын басқара отырып, алдымен көрші тайпаларды бағындырып, содан соң басы жауы Жужан қағанатына қарсы шығуға бел буады. 552 жылы бұғын Жужан әскерін талқандап, оларды жеңіп шығады. Осы жеңісінен кейін ол өзін ұлы қаған деп жариялайды. Осылайша түрік қағанаты құрылып, Жужан үстемдігі тоқтайды. Өкінішке орай бұғын қаған көп ұзамай қайтыс болып кетеді. Оның орнына інісі билігін інілері жалғастырып әкетеді. Қағанаттың күшеюіне келетін болсақ, бұғыннан кейін билікке келген Мұқа қаған 553 жылы Жужандармен күресті аяқтап, оларды толық жояды. Оның тұсында мемлекеттің шекарасы орасан зор аумақты қамтиды. Батыс жақтағы істері бұғынның тағы бір інісі Истеми қаған басқарады. Истеми 560 жылдары Иранмен, Сасанидтермен одақтасып, Эфталиттер мемлекетін талқандайды. Бұл жеңіс түрік қағанатының шекарасын батысқа қарай Әмудариядан бастап Еділ өңіріне, тіпті солтүстік Кавказға дейін кеңейтеді. Қағанат әлемдік саудада белсенді болады. Олар Иранды айналып өтіп, Византиямен тікелей сауда жасады. 568 жылы Истеми қағанның елшісі Маниях бастаған елшілік Византия императорына барады. Бұл олардың халықаралық саясаттағы салмағын көрсетеді. Мемлекет басшысы саясат деген болсақ, мемлекеттің басшысы қаған деп аталады. Оның билігі мұрагерлікпен беріледі. Оның мұрагері Инал деп аталады. Оны Иналды тәрбиелеуші Атабек деп аталады. Қағаннан кейінгі маңызды тұлға Жабғу, ол көбінесе қағанның інісі немесе жақын туысы болып, мемлекеттің батыс бөлігін басқарады. Мемлекеттік басқару жүйесі 10-дық жүйеге негізделді. Елді 10 тайпаға бөліп басқару. Кейіннен бұл қағанат әлсіреп бөлініп кетеді. Қағанаттың жері тым кең болғандықтан бір орталықтан басқару мүмкін болмады. Оның үстіне билік күші, ішкі тартыстар күшейді. Нәтижесінде 603 жылы алып империя екіге бөлініп кетеді. Шығыс түрік қағанаты және батыс түрік қағанаты болып. Осылайша бір ғасырға жуық уақыт ішінде түріктер Еуразиядағы ең үлкен империяны құрып, оның негізін қалайды. Шығыс және батыс түрік қағанаттары. Батыс түрік қағанаты 603 түрік қағанаты екіге бөлініп кеткеннен кейін екі мемлекет өзара әлсіз екі мемлекетке бөлінеді. Батыс түрік қағанаты жайлы айтатын болсақ, олар 603-704 жылдар өмір сүрген. Бұл қағанат қазіргі біздің Қазақстанның тарихына тікелей қатысты. Аумағы негізінен Орталық Азияның батыс бөлігін, Жетісу, Сырдария, Шығыс Түркістанның бір бөлігі. Астанасы басында Суя қаласы, кейіннен Талас өзені бойындағы Мыңбұлақ болады. Тайпалық құрамы, оның негізгі күші оның жебелі ел тайпалық бірлестігі болды. Олар 10 тайпадан тұрып, мемлекеттің әскери күшін құрады. Тон Жабғу қаған, батыс түрік қағанатының ең күшейген кезі Тон Жабғу қағанның тұсында. Ол 630 жылдар биледі. Ол мемлекеттің шекарасын кеңейтіп, әкімшілік жүйені нығайтады. Кейіннен ол өзіне бағынышты аймақтарға, әсіресе өз өкілін тутықтап таңдайды. Кейіннен Қытайдың қысымы
Қытайдың қысымы 7 ғасырдың ортасынан бастап батыстық қағанат мүше тайпалық тартыстардан әлсірей бастайды. Осында пайдаланған көрші Қытай таң әулеті белсенді әрекет етіп, қағанаттың ішкі істеріне араласады. 659 жылы Қытай әскери жетісуға басып кіріп, қағанды қолға түсіреді. Қағанат Қытайға тәуелді болып қалады. Бұл тәуелділік 8 ғасырдың басына дейін созылды. Қағанаттың құлауы, қағанат ішкі өзара соғыстар мен Қытайдың қысымының әсерінен 704 жылы оның орнына түркеш тайпасы орнағады. Шығыс түрк қағанаты 603-744 жылдары өмір сүрген. Бұл қағанат негізінен моңғол үстіртіндегі тарихи өткен жерінде орналасты. Аумағы моңғол үстірті мен шығыс Түркістан, астанасы Орхон өзені бойындағы өткен жері. Ерекшеліктеріне келетін болсақ, шығыс түріктер көне түркілердің мәдениетін, әдет-ғұрпын және жазуын сақтап қалуға тырысқан. Кейіннен бұлар да Қытайға тәуелді болады. 630 жылы шығыс түрік қағанаты Қытайдың шабуылынан кейін тәуелділікке түсіп қалады. Екінші түрік қағанаты түркілердің ұлт-азаттық қозғалысы нәтижесінде 682 жылы елтеріс қаған бастаған түркілер Қытайдың өз езгісінен босанып, екінші түрік қағанатын құрады. 682-744 жылдары бұл мемлекеттің ең күшті кезеңі. Ебілікті қаған мен оның інісі Күлтегін және оның көмекшісі Тоныкөк тұсында. Ақылшысы Тоныкөк. Олар көршілеріне Қытай, Қырғыз, Түргеш сияқты мемлекеттерге қарсы жауаптары жүргізді. Осы кезеңдегі оқиғалар Күлтегін қаған Тоныкөк құрметіне орнатылған тарихи тас жазуларда, Орхон Енесей жазуларында сақталып қалған. Кейіннен қағанат ішкі тартыстардан әлсіреп, 744 жылы ұйғыр халық тайпаларының әсерінен құлап қалады. Түргеш қағанаты 704-756 жылдары өмір сүрген. Батыс түрік қағанаты әлсіреген соң жетісу жеріндегі билік түргеш тайпасының қолына көшкен. Құрылуы 704 жылы. Түргештердің көсемі Өшілік қаған 704-760 жылдары өмір сүрген. Өзін қаған деп жариялап, жаңа мемлекет түргеш қағанатының негізін қалады. Аумағы негізінен Жетісу өлкесі, астанасы үлкен ордасы Суяб қаласы, Шу өзенінде орналасқан, ал кіші ордасы Іле өзенінің бойындағы Күнгөт қаласы. Олар сары және қара түргештер болып екіге бөлінген. Бұл бөлініс кейін ішкі билік үшін талас тудырады. Сұлу қаған ұлы қолбасшы түргештердің ең мықты кезеңі Сұлу қағанның тұсында болады. Ол 715-738 жылдары өмір сүрген. Оның кезінде қағанат үш жақты күрес жүргізеді. Батыста ислам дінін таратуда сылтау етіп, Орта Азияға басып кірген араб халифатының әскеріне қарсы. Шығыста үнемі шабуыл жасап тұратын Қытайдың таң әулеті күштеріне қарсы да қарсылас тудырады. Солтүстікте билікке ұмтылған шығыс түрік қағанатының қалдықтарына қарсы Сұлу қаған Қытаймен қақтығысты болдырмау үшін дипломатиялық келіссөздер жүргізген. Бар күшін арабтарға жұмсағысы келген. Ол жеке өзі соғыстарға қатысып, жеңіске жеткендіктен арабтар оған Сүзекен Әбу-Музахим деген лақап ат беріп қойған. 751 жылғы Атлақ шайқасына келсек, бұл шайқас тарихи маңызы зор оқиға. Тараз қаласына жақын жердегі Атлақ даласында түргештер, қарлұқтар және арабтар бірігіп Қытай әскеріне соққы береді. Нәтижесінде Қытай Жетісу жерінен біржолата кетіп, кейіннен мыңжылдықтан кейін оралады. Бұл соғыс қазақ даласының Қытай ықпалынан босауына әкеледі. Сонымен қатар Орта Азиядағы ислам дінінің таралуына және қағаз жасау технологиясының таралуына жол ашады. Жол ашқан себебі тұтынуға түсіп қалған қытайлар болған. Олардың арасында қағаз істейтін, қағаздың технологиясын солардан үйреніп алған. Қағанаттың құлауына келетін болсақ, Сұлу қалған өлген соң
сарайдын кастандыгынан өтүп калат. Түргүч арасында бийликке талас күчөйүп, мемлекет сарай жана кара түргүчтөр болуп жеке бөлүндү. Бул әлсүрөдү пайдаланган Карлук тайпасынын Карлуктар 356-жылы Түргеш каганатын кулатып, Жетисуудагы бийлигин өз колдоруна алат. Карлук каганаты 756-940 жылдар өмүр сүргөн. Карлуктар Батыс Түрк каганатынын курамында болгон ири тайпа. Олар 756-жылы түргүчтөр талкандады, жана айтып өткендей Жетисууда өз мемлекетин курган. Аумагы Жетисуу өлкөсү, астанасы баштапкыда түргүчтөрдүн алган Суяб калаасы болгон. Кийинен маңызды орталыктары Тараз, Кулан, Мерке болду. Тайпалык курамы карлуктар негизинен Үч Жыкыл, Үч Бескил, Булак сыяктуу тайпаларга бөлүнгөн. Саясий дамууна келген болсок, олардын бийлөөчүсү алгачында Жабуу деп аталды. 840-жылы карлуктар көршү Уйгур каганатын жеңгенден кийин бийлөөчүсү Билге Күл Кадыр хан өзүн хан деп жарыялайт. Ошондон баштап мемлекет Карлук каганаты деп атала баштады. Арабтарга каршы күрөш Карлук каганатынын тарыхында эң кыйын кезең. Араб халифаты менен согуштар. Арабтар ислам динин таратуу сылтабы менен Газават согушун жарыялайт. Жетисуудун оңтүстүк калаларына шабуул жасайт. Арабтар Испижап Сайрамды баса алат. Карлуктарды салык төлөөгө міндеттейт. 893-жылы арабтар Таразды басып алып, каланын орталыгына мешит салды. Карлуктардын Базар Арслан сыяктуу ханы арабтарга каршы 2 гасырга жуuk күрөш жүргүзөт. Карлуктар 2 гасырга жуuk күрөш жүргүзөт. Эми мәдениети боюнча карлуктар көчпелі және жартылай көчпелі мал чарбачылыгын пайдаланды. Эң маңыздысы, оларда отургучулук пен калалык мәдениет өтө жакшы дамыган. Араб географтары карлуктар турган аймакты халык неғұрлым жиі қоныстаған және ең бай жерлер деп жазған. Олардың еліне 25-ке жуық қала мен қоныстар болды. Көне түркі жазуы дамыды. Мысалы, Талас су бойынан табылған жазулар, балбал құлпыт тастары орналасқан. Қағанаттың құлауы, әлсіреуі, ішкі тартыстар мен билік үшін талас қағанатты әлсіретті. Осыны пайдаланған Қашқардың шығыс Түркістандағы түрік билеушілер кейіннен Қарахан әулетінің негізін қалаған тайпалар 940 жылы Қарлуқтардың астанасы Балашығында басып алып, осылайша Қарлуқ қағанатының тарихы аяқталады. Бірақ оның негізгі тайпалары кейінгі Қарахан мемлекеттің құрамына кіріп кетеді. Оғыз мемлекеті, Оғыз тайпаларының бірлестігінен пайда болған феодалдық мемлекет. Олардың қоныстануы басында олар Жетісу жеріне қоныстанған, бірақ кейіннен Қарлуқ 8-ші ғасырдың екінші жартысында Қарлуқтардан жеңіліп батысқа қарай көшіп кеткен. Аумағы Сырдария өзенінің төменгі ағысы мен Арал теңізі маңы, сондай-ақ Еділ мен Жайық аралығы, оңтүстікте Хорезм және Мауреннахрмен шектескен. Астанасы Сырдария бойындағы көне қала Янкиген қаласы болған, немесе Жаңа Көзия. Бұл қала Ұлы Жібек жолының бойындағы сауда-саттыққа ыңғайлы, өте қолайлы қала. Мемлекеттік құрылысы, жоғарғы билеушісі оларда Жабу деп аталды. Оның билігі мұрагерлікпен беріліп отырды. Басқарушылар Жабудың қоласындағы орынбасары Күл Еркін деп аталды, мұрагері Инал деп аталды. Ал Инал тәрбиелеуші Атабек деп аталды. Әскер басшысы Суйбашы, бас қолбасшы деп аталды. Оның сарай маңындағы саясаты үлкен рөлі болды. Хандарды сайлау халық кеңестері арқылы болды. Сыртқы саясаты және жүргізген соғыстары Оғыз мемлекеті Еуразия тарихында маңызды рөл атқарды. Печенектермен күрес, оғыздар батыста күшті Қазақ қағанатымен одақтасып, печенектерді ығыстырып, Еділ-Жайық аралын өзіне қаратты.
Хазар қағанатын, кейіннен Хазар қағанатын талқандаушы айтатын болсақ, 10 ғасырда оғыздар Қара теңіздің солтүстік жағалауындағы бай жерлерді иемденгісі келді. Сөйтіп 965 жылы олар Киев Русі мен князь Святослав деген одақтасып, күшті Хазар қағанатын талқандап, Оғыз мемлекетінің қуаты осылайша артады. 985 жылы Оғыз жабығы орыс князьдерімен бірлесіп, Еділ Бұлғариясында жеңеді. Шаруашылығы негізгі кәсібі мал шаруашылығы болған. Сырдария бойында Жент, Сауран, Сығанақ сияқты қалалары отырықшылық пен егіншілік дамыды. Бұл қалалардағы ислам діні оғыздар арасында да тарай бастады. Қағанаттың құлағына келетін болсақ, 11 ғасырдың ортасына қарай ішкі тартыстар мен билік үшін күрес Оғыз мемлекетін әлсіретті. Оның үстіне Оғыз тайпаларының бір бөлігі селжұқтар, Әзірбайжан халықтарынан таралған, Әзірбайжан халқынан қалғандар селжұқтар оңтүстікке Кіші Азияға көшіп кетеді. Осы сәтсіздікті пайдаланған солтүстік шығыстан келген Қыпшақ тайпалары шабуылдары күшейіп, 11 ғасырдың ортасында Оғыз мемлекетін құлатады. Оғыздардың жері кейін Дешті Қыпшақтың құрамына еніп кетеді. Ұйғыр қағанаты 744-840 жылдары өмір сүрген. Ұйғыр қағанаты бұл шығыс түрік қағанатының орнына моғол үстіртінде құрылған мемлекет. 744 жылы ұйғыр басмал және қырғыз тайпаларының бірлескен күші шығыс түрік қағанатын талқандағаннан кейін билік ұйғыр қағанатына өтіп кетеді. Олардың астанасы Орда-Балық қаласы болды. Архон өзені бойында орналасқан. Бұл қала дамыған қалалармен қоршалған ірі орталық болды. Олардың діні ұйғыр қағандары манихей діні мемлекеттік дін ретінде қабылдаған. Бұл дін оларға орталық Азиядағы түркілердің арасындағы діни үстемдік үшін күресте исламға қарсы тұруға көмектесті. Олардың Қытаймен қарым-қатынасы ұйғыр қағанаты Қытаймен таң әулетінің ішкі істеріне жиі араласты. Қытайдағы ішкі бүліктерінен басуға көмектесті. Одан үлкен төлемдер мен жеңілдіктер алды. Батыстағы жорықтарына келетін болсақ, ұйғырлар батыстағы қарлықтарды бағындыруға тырысқан. 803 жылы ұйғыр әскері Турфанды алып, қарлықтарға соққы беріп, Сырдарияға дейін жетті. Бұл олардың батыстағы ең ірі жеңісі болып табылады. Қағанаттың құлағына келетін болсақ, ішкі тартыстар мен аштықтың табиғи апаттардың кесірінен мемлекет әлсіреп кетті. Сөйтіп 840 жылы қырғыздар ұйғырдың ішкі әлсіреуін пайдаланып, Астана Орда-Балықты басып алады. Кейіннен қағанатты талқандайды. Кейіннен ұйғырлар көшіп кетеді. Қағанат құлағаннан кейін ұйғыр қаған тайпаларының үлкен бір бөлігі батысқа және оңтүстікке қарай көшеді. Олардың басым бөлігі шығыс Түркістанның оазистеріне қарай көшіп кетеді. Сөйтіп ол жақта бірнеше ұсақ мемлекеттер құрады. 10-12 ғасырдағы мемлекеттер: Қарахан мемлекеті 940 және 1212 жылдары өмір сүрген. Қарахан мемлекеті орталық Азия мен Қазақстанның оңтүстігіндегі түрік тайпаларының тарихындағы жаңа кезеңді бастаған. Ислам дінін мемлекеттік дінде етіп қабылдаған алғашқы ірі мемлекеттердің бірі осы. Құрылуына келетін болсақ, 940 жылы Қарлұқ қағанатын құлатқаннан кейін билік оның құрамындағы Жігіл Яман тайпаларына көшкен. Осы тайпалардан шыққан Сатық-Бұғыр хан әулеті мемлекеттің негізін қалады. Сатық-Бұғыр хан 915-955 жылдары өмір сүрген. Ол 942 жылы Баласағұн билеушісін жеңіп, өзін жоғары қаған деп жариялады. Аумағы Жетісу және Шығыс Түркістан жері, сонымен қатар Мауреннахр жері болып табылады. Астанасы алғашқыда Баласағұн, кейіннен Тараз қаласына ауыстырған. Соңында Қашқар және Самарқанда астанасы болды.
бұлар исламды қабылдауына келетін болсақ, Қарахан мемлекетінің тарихындағы ең маңызды бетбұрыс 960 жылы ислам дінін мемлекеттік дін етіп жариялауы. Бұл оқиғаны Садық Боғыр хан баласы Мұса хан жүзеге асырған. Ислам дінін Садық Боғыр хан ұстанған, бірақ ол мемлекеттік дін деп жарияламаған. Тек осы Мұса хан тұсында Мұса хан мемлекеттік дін деп жариялады. Исламның қабылдануы Қарахан мемлекетінің әкімшілік, мәдени және рухани өмірін толық өзгертті. Қалаларда мешіттер мен медреселер салынды. Олардың ислам дінін қабылдаудағы басты мақсаты басқа көрші мемлекеттермен, мысалы арабтармен жақсы қарым-қатынас орнату, дипломатиялық қарым-қатынас орнату үшін әдейі қабылдаған. Қуатты кезеңі Қарахан билеушілері 999 жылдары Орталық Азиядағы Саманилер мемлекетін талқандап, Мәуереннахрды толығымен қосып алғаннан кейін олар күшейеді. Мемлекеттің құрамында Тараз, Баласағұн, Үзген сияқты қалалар өркендеп, олардың арасындағы керуен жолдары, жібек жолдары қарқынды дамыды. Саяси құрылысы мемлекеттік билік феодалдық иерархиялық негізде құрылған, жоғары билеушісі қаған. Мемлекет ұлыстарға бөлінді. Бұл ұлыстардың қан туыстары, әлек хандар басқарды. Олар өз атынан ақша да соқты. Билік үшін әлек хандар арасындағы талас мемлекетті әлсіретті. Қарахан кезеңі түркі мәдениетінің, әсіресе түркі тіліндегі ислам мәдениетінің гүлденген уақыты. Жүсіп Баласағұнның құтты білік еңбегі және Махмұд Қашқаридың Диуани лұғат түрік еңбегі сияқты еңбектері әлемдік маңызы бар еңбектер осы дәуірде жазылған. Екі бөлімді 10 ғасырдың 30 жылдарында ішкі талас тартыстарының әсерінен Қарахан мемлекеті шығыс және батыс қағанаты болып екіге бөлінеді. Осылайша әлсіреген екі мемлекетте кейін Қарақытайлардың 1141 жылдан бастап оданына айналып кетеді. Қарақытай мемлекеті 1128-1213 жылдары өмір сүрген мемлекет. Қарақытайлар шығыстан келген қидан тайпалардан құрылған мемлекет. Олар Орталық Азияның саяси картасын күрт өзгертті. Олардың келуіне келетін болсақ, 1128 жылдары Елуи Даши бастаған Қарақытайлар шығыс Түркістаннан Жетісуға келді. Олар халықтар мен қарақандар арасында қақтығысты тиімді пайдаланып, Баласағұнның билеушісі көмекке шақырған. Елуи Даши көмек берген соң, Қарахан билеушісі тағынан тайдырып, Жетісуда өз билігін орнатқан. 1137 жылдары Хаджен түбінде, ал 1141 жылдары Катуан даласында Селжұқ сұлтаны Санжардың әскерін талқандап, Мәуереннахрды бағындырды. Аумағы Жетісу, Сырдария өңірі, Мәуереннахр шығыс Түркістанды қамтыған. Астанасы Шу өзені бойындағы Баласағұн қаласы. Қарақытайлар жергілікті халықтың әдет-ғұрпына, діни исламға деген қызығушылығына қатты араласпады. Өз биліктерін жалғастыруға мүмкіндік берді. Оларда әр үйден түтін салығы алынған, 1 динар мөлшерінде. Тағы да астық салығы болған. Егіншілерден өнімнің 1% алып отырған. Әскери тәртіптері қатал болды. Олар басқаруды оңайлату үшін әскери басшылардың қол астындағы жауынгерлерінің санын шектеткен. Қағанат құлауына келетін болсақ, Қарақытайлар басқару жүйесі ұзақ уақытқа созылмады. Себебі гурхандар салық жинаудан басқа ештеңемен айналыспағандықтан жергілікті халықтың қарсылығы күшейді. Сөйтіп, соның әсерінен 12 ғасырдың соңында батыс хорезмшақтар және шығыстан Найман тайпасының келуі, көсемі күшлік хандардың келуі қысым көрсетеді. Соңғы Гурхан күшлік хан
Шыңғыс ханнан қашып келген 1213 жылы 1213 жылы тұтқынға алады. Осылайша Қарақтай мемлекетінің билігі Найман мемлекетіне өтіп, көп ұзамай моңғол шапқыншылығына ұшырайды. Қимақ Қыпшақ бірлестігі дегеніміз бұл екі түркі тайпасының бір мемлекеттің құрамында болған тарихи кезеңі. Қимақ қағанаты 9 ғасырдың соңы 10 ғасырлардың басы өмір сүрген, аумағы негізінен Ертіс өзені бойы Алтай тауларынан Балқаш көліне дейінгі жерлер. Құрамында қимақтар негізінен 7 тайпадан тұрды. Қыпшақтар олардың құрамындағы ең батыс әрі ең күшті тайпалардың бірі болды. Астанасы басында Имақи қаласы, кейіннен Имақ қаласы бойына, Ертіс өзені бойындағы Имақ қаласы болды. Қимақ пен қыпшақтардың мәдениеті, әдет-ғұрпы мен шаруашылығы бір-біріне өте ұқсас болады. Олар бірге жауға қарсы тұрып, бірге көшіп қонды. Қыпшақтар Қимақ қағанатының батыс қағанатының бағын басқарып, әскери тұрғыдан үлкен рөл атқарды. Олар батысқа қарай жылжып, оғыздарға да қысым көрсетті. Қыпшақтардың билікке келуі 10 ғасырдың басында Қимақ қағанаты ішкі тартыстардың себебімен әлсірей бастады. Осы кезде мемлекеттің ең үлкен әскери күші саналған Қыпшақ билікті өз қолдарына алады. Олар қимақтарды ығыстырып, өз мемлекеттерін құрады. Осылайша Қимақ Қыпшақ бірлестігінің орнына Қыпшақ хандығы құрылады. Енді Қыпшақ хандығына келетін болсақ, Қыпшақ хандығы 9-10 ғасырлардан 13 ғасырларға дейінгі 1219 жылға дейінгі өмір сүрген мемлекет. Қыпшақ хандығы түркі тілдес тайпалардың Еуразия кеңістігіндегі ең ұзақ әрі ең кең тараған ауқымды мемлекет болып табылады. Аумағы қазіргі Қазақстанды толық қамтыды. Дешті Қыпшақ жері Ертіс өзенінен бастап Дунай өзеніне дейінгі ұлан ғасыр жерді алып жатты. Бұл территория жаңағы айтқандай Дешті Қыпшақ жері деп аталды. Оларды басқаша еуропалықтар командар деп аталған, орыстар половецтер деп аталған. 10 ғасырдың басында Қимақ қағанатының билігін тартып 10 ғасырдың басында Қимақ қағанатының билігін тартып алғаннан кейін, Оғыз мемлекетін ығыстырғаннан кейін ол құрылады. Басқару жүйесі екі қағанат көне түркі дәстүрін сақтап, Қыпшақ хандығы екі ірі қанатқа бөлінген. Оң қанаты шығыс Дешті Қыпшақ, орталығы Сығанақ қаласы болды. Сол қанаты батыс Дешті Қыпшақ, Еділден Дунайға дейінгі жерді алып жатты. Еділден Дунайға дейінгі Қара теңіздің солтүстік жағалауын алып жатты. Орталығы Сарайшық қаласы болған. Билеушісі хан деп аталды. Хандық билік қатал тәртіпке негізделген. Сыртқы қарым-қатынастарына келетін болса, орыс князьдықтарымен жиі соғысып, кейде одақтас та болды. Орыс жылнамаларында қыпшақтардың шабуылдары туралы көп жазылған. Хорезмшақтар мен Орта Азиядағы Сырдария бойының қалалар үшін күрес жүргізген. Қыпшақ тілі осы даладағы негізгі қатынас тіліне айналады, қазіргі ағылшын тілі сияқты. Кейінгі қазақ, татар, башқұрт, ноғай сияқты тайпалар осы көптеген түркі халықтардың этногенезінде қыпшақтардың үлесі зор. Қағанаттың құлауы Қыпшақ хандығы 1219 жылдары Шыңғыс хан бастаған моңғол шапқыншылығы нәтижесінде құлады. Дешті Қыпшақ жері моңғол империясының жошы ұлысының көп бөлігі жошы ұлысының кейінгі Алтын Орданың жеріне өтіп кетеді. Хазар мемлекеті 7 ғасырдың ортасы 10 ғасырдың аяғында өмір сүрген. Хазар қағанаты Қазақстанның батысында Еділ мен Дон өзендерінің аралығын қамтыған. Астанасы алғашында Семендер қаласы болған, кейіннен Еділ қаласы болды. Еділ қаласы бізде үлкен сауда орталығы болды. Мемлекеттік құрылымы хазарларда биліктің ерекше жүйесі болған. Мемлекеттің рухани және жоғарғы билеушісі қаған болды. Ол тұмшаланып тек кейбір діни рәсімдерге қатысты.
бек қаған бек деген іс жүзінде, яғни әскери және мемлекеттік істерді басқаратын билеушісі. Олардың діндері хазарлар қағанаттың ең үлкен ерекшелігі билеуші элитасы иудаизмді, яхуди дінін қабылдаған. 8-9 ғасырлардың арасында бұл дін оларға христиан, Византия және ислам, араб халифаты мемлекетінің арасында өзіндік діни тәуелсіздікті сақтауға мүмкіндік берді. Халықтың көпшілігі тәңіршілдік пен басқа діндерді ұстанған. Хазарлар Ұлы Жібек жолының солтүстік бөлігін басқарып отырған, шығыс пен батыс арасындағы саудада үлкен табыс тапқан. Олар шығыс Еуропадағы орыс князьдары, славян тайпалары көптеген халықтардан салық алып отырды. Қағанаттың құлауына келетін болсақ, 10 ғасырдың аяғында хазар мемлекеті әлсей бастады. 965 жылы Киев Русіне князі Святослав және онымен одақтас болған оғыздар бірігіп, хазар қағанатының астанасы Еділді талқандап тастайды. Қағанат әлсіреген соң, оның орнына Еділ жайық аралығында қыпшақтар күшейіп, хазарлардың тарихы аяқталып кетеді. Ең соңында Найман, Керей меркіттерге келетін болсақ, олар 10 ғасыр мен 13 ғасырдың басына дейінгі өмір сүрген мемлекеттер. Көбісі 12-13 ғасырлардың басында Моңғолия мен Қазақстанның шығыс аумағында бірнеше ірі бірақ аумағы шағын мемлекеттік бірлестіктер болды. Олардың барлығы кейіннен Шыңғыс ханның құрамына кіріп кетеді. Найман хандығының жері батыс Моңғолия мен шығыс Қазақстанның кейбір аймақтары. Олардың діндері христиан діндерін ұстанған. Ерекшелігі Найман хандығында іс-қағаздарды жүргізу мен мөр пайдалану жүйесі болды. Олар озық мемлекет басқаруды қалыптастырды. Күшлік оларда күшлік деген қаған болды. Олар Найман ханы күшлік Шыңғыс ханнан жеңілген соң батысқа қашып Қарақтай мемлекетін басып алады 1213 жылы. Бірақ оның билігі де көп ұзамай моңғолдардың қолына өтіп кетеді. Керей хандығы орталығы Моңғолия, Орхон өзенінің бойы. Діндері Найман сияқты Несаяны христиан діндерін ұстанды. Басшысы ең танымал хан Тоғорыл хан немесе Уан хан. Ол Шыңғыс ханның әкесінің андасы болған, яғни андасы дегеніміз досы болған. Бірақ кейіннен олардың арасы бұзылып, Шыңғыс хан керейлерді талқандап жібереді. Меркіттер қоныстануы Байкал өзенінің оңтүстігі, Селенга өзенінің бойы. Олардың ерекшелігі, олар билігі көрші тайпаларға, соның ішінде Темучинге де қарсы жиі соғысып тұрған. Шыңғыс ханның әйелі Бөрте меркіттердің тұтқынында болған. Мемлекеттердің тағдыры бұл үш мемлекетте барлығы да 12 ғасырдың соңы мен 13 ғасырдың басына дейін Темучин, яғни Шыңғыс ханның бастаған тайпаларының шабуылына ұшырап талқандалып кеткен. Осы тайпалардың қалдықтары кейіннен Шыңғыс ханның Моңғол империясының негізгі күшіне айналып кетеді. Олардың құрамына еніп кетеді.